Берекелі болсын достар, Тоғызқұмалақ үстіндегі тоғыз сұрағайлар бүгін Жапон елшісінің резиденциясында. Дәл қазір біз Тоғызқұмалағымызды дайындап, көк шайымызды жапонша құйып алып, сұхбатты бастамақпыз. Бүгінгі менің кейіпкерім Жун Ямада мырза. Домо аригато гозаймашита, Ямада-сан. Ямада мырза, бүгін бізді қонақ еткеніңізге алғысымыз зор. Ал ойындағы қонағым өзіңіз болған соң, алғашқы жүрісті сіз жасаңыз. Ямада-сан угаки десу. Хай, дозу йорошику онаgai-shimasu. Хай. Осы жүріс барысында алғашқы дәстүрлі сұрағымды қоя кетейін. Міне ұтысыңызды да ала қойыңыз. Тастар саны жұп болды. Ал сұрақ бұлай, сіз үшін қайткен таңыңыз болады? Бұлт бүркемеген ашық аспанға өрмелей шыққан күні бар таңды мінсіз бе дер едім. Тура Қазақстанның байрағы секілді көк аспаны бар таң. Алда бір жаңа дүние, не асыға күткен оқиғасы бар таңда жүрекке қуаныш ұялатады. Бұрын бармаған жаққа бастайтын саяхат алдындағы таңда өзінше мінсіз сияқты. Толымды жауабыңызға көп рахмет. Келесі сұрақты біраз елшіге қойғам. Өзіңіз қызмет ететін сыртқы істер министрлігі секілді құрылым елшінің қай елге аттанатыны бойынша шешім шығарады. Сіздің келесі еліңіз Қазақстан екенін білгенде қандай ойда болдыңыз? Не күттіңіз? Қазақстанға елші болмай тұрып, осыдан 10 жыл бұрын Азия даму банкінің конференциясына келгем. Астана сол кезде өзінің әлемдік деңгейдегі қалай екендігімен жадымда қалды. Елші болып таңдалған сәтімде ойымда таңданыспен қатар ерекше мәртебе сезімі де болды. Тағы бір қызық сәйкестік, солардың ізін жалғардай, Қазақстанда маған дейін елші болған 3 дипломатпен де ерекше жылы қарым-қатынаста болыппын. Мәссаған қызық екен. Ал енді келесі сұрақты қоймас бұрын, келесі жүрісті жасап жіберейік. Ямада мырза, мархабат. Жақсы. Жоқ, тоқтай тұрыңыз. Мен әлі жүрмекпін ғой. Жүріңіз. Ғафу өтінем. Міне, бұлай. Осылай. Ол жалы боламыз. Міне енді сіздің кезегіңіз. Ямада мырза, мархабат. Ал көрейік, қайсынан бастасам екен? Мына жерден алсам. Ана отауға жетер ме екен? 8, 7, 6. Онда мына жерден алайын. Міне. Оттым ба? Иә, мұнда жұп болды. 30 сіздікі. Алыңыз. Рас па? 30-қа дәл түсті ме? Дәл түстіңіз, құттықтайым. Ал енді келесі сұрақ. 1980 жылдары Жапонияның Кеңес одағындағы елшілігінде қызмет етіпсіз. Сол кезде Қазақстан жайлы әлде естіп, не біліп педіңіз? Сол кездегі елшілердің назарында Қазақстан қандай еді? Мен Мәскеуде 1985 жылдан бастап тұрдым. Бұл кезде Қазақстан әлі Кеңес одағының құрамында еді. Дәл 6 жылдан кейін алып держава күйрейді десе, ешкім сенбес еді. Алайда Қазақстан халқының жүрегінде тәуелсіздікке деген ұмтылыс әлде қашан лаулап тұр еді. 1986 жылы Алматыда болған желтоқсан көтерілісі, сол жылы болған Чернобыль апаты сияқты оқиғалар Кеңес одағының тарқап кететінен белгі беріп тұрғандай еді. Оған қоса барша әлем назарында болған Невада-Семей қозғалысы да Қазақстанның тәуелсіз болуға бекігенін аңғартты. Дәл сол Невада-Семей қозғалысы Жапонияның Хиросима-Нагасакиінің ядролық қаруға қарсы күресімен де үндес болып көрінеді. Одан өзге де сипаттамалар бойынша қазақтар мен жапондар арасындағы ұқсастықтар көп сияқты. Бұл сөзіме бізді тамашалап отырған көрермендеріміз де қосылары хақ. Сіздің пікіріңізше, екі ел арасындағы ең негізгі ұқсастық қайсы? 重要な類似点は、この共通点は何だと思いますか? Біздің сырт келбетіміздегі ұқсастықты осыған дейін айтып та жүрмін ғой. Алайда тек сырттай ғана емес, жүрегімізбен, ойымызбен де бірдей сияқтымыз. Әсіресе бертін келе. 19-20 ғасырдағы тарихымызда ұқсастық көп. Уақыттың шектеулі болғанына қарай сұхбатымызда оны айтып көп созбайын. Бірақ осы жер бетіндегі егіздің сыңарындай ұқсас екі ел болса, сіз бен біздер едім.
Географиялық тұрғыда арамыз алыс болғанымен тарихи, рухани тұрғыда жақынбыз. Жапоншада ишиндотай деген сөз бар. Жүрегі бір жақындыққа қолданылады. Бәлкім содан болу керек бір-біріміздің елдерімізге барғанда мүлдем бөтен болып сезілмейді. Бұны өзіңіз де былтыр Хиросимада болғанда байқаған шығарсыз. Иә, дәл солай, дәл айттыңыз. Хабар агенттігі оқырмандар үшін жазған Хиросима сапарының мақалаларын оқимын деушілер болса, мына жердегі QR-кодты сканерлеңіздер. Оқығысы келген азаматтарға мархабат. Көрермендеріміздің арасында Жапонияның төтенше жағдайларға дайындығын жоғары бағалайтын азаматтар көп деп ойлаймын. Осы орайда 2024 жылдың басында болған Ишикавадағы жер сілкінісінде жақындарын жоғалтқан жапон халқына көңіл айтуға да рұқсат етіңіз. Әрі біраз бұрын Алматыда да жұртты шошытқан жер сілкінісінен өзіңіз де хабардарсыз. Осындай апаттарға дайын болу үшін, барынша сақ болу үшін қандай кеңес берер едіңіз? Көп рахмет. Ең алдымен сол Жапонияның Ното түбегіндегі жер сілкінісіне орай премьер-министріміз Кишида мырзаға Қазақстан президенті Тоқаев мырзаның шын жүректен көңіл айтуына шынайы алғыс білдіргім келеді. Өзіңіз атағандай, Жапония әлем бойынша ең көп табиғи апатқа душар болатын елдердің бірі. Жер сілкінісі, цунами, тайфун, жауыннан болатын топан су, сел, көшкін секілді жағдайлар жыл сайын қайталанады. Біршама азаматымыздан айырылып та жатырмыз. Жыл басында болған сейсмологиялық апатқа дейін 2011 және 1995 жылдарда жойқын жер сілкіністері болды. Астанамыз Токиоға зор залал келтірген үлкен Канто жер сілкінісіне былтыр 100 жыл толды. Бағзы заманнан жапон халқы тағдырдың осы қиындығына мойынсұнып, апаттан аман шығудың жолдарын қарастырып келеді. 2011 жылы болған цунами осыдан 1142 жыл бұрын болғаны туралы да деректер бар. Содан бері технология қанша дамыса да апатты алдын ала болжау мүмкін болмай отыр. Өткенде Алматыда болған ірі жер сілкінісінің әсерінен ел ішінде сейсмологиялық апатты болжау жайы жиі талқыға түсіп жатыр. Бірақ апаттан барынша аз шығыннан шығу үшін тек болжауға ден қою уақыттың зая кеткенмен тең дер едім. Жапон халқы жер сілкінісінің аяқ асты болатынына, айтып келмейтініне әбден үйренген. Бұл жердегі ең маңызды нәрсе барынша аз шығынмен шығу. Ол үшін әр тұрғынның күнделікті дайындығы мен ойдың сергектігі қажет. Жапон үкіметі әкімдіктер мен тұрғындар үшін тұрақты түрде эвакуация мен байланыс жүйелерін жаңартып отыру, мектептен бастап кеңселерге дейін жиі оқу жаттығу машықтарын жасау әдетке айналған. Сондықтан апатты алдын ала болжаудан бұрын апат бола қалған жағдайда не істеу керектігі маңызды екенін айтқым келеді. Былтыр алматылық мамандар Жапонияға келіп апаттың алдын алу тексеру жұмыстары бойынша тәжірибе алмасқан. Алда дәл сондай кездесулердің көбірек боларына үмітім зор. Әрі Қазақстан халқы үшін Жапония тәжірибесі барынша пайдалы боларына сенімдімін. Иә, көп рахмет. Екі ел арасында елші болып қызмет етіп келе жатырсыз. Қарым-қатынасымызды бұдан да жақсарту мақсатында өзіңіз мақтан шететін бастамалар жайлы айтып беріңізші. Әрине, рухани тұрғыдан жақын деп атаған қос халық өзара жиі қарым-қатынаста болу керек. Ол үшін пандемияда тұралап қалған екі елдің арасындағы әуе байланыстарын жандандырғым келді. Соңғы 3 жылдағы еңбегіміз жемісін беріп, биыл Жапон әуе компанияларының көмегімен Алматы-Токио бағытындағы тікелей рейстер іске қосылу жоспарланып жатыр. Ойлағанымыз жүзеге асса, арманымның орындалғаны. Тағы бір дүние ортақ тарихымызға байланысты. Сталиннің кезінде 60 мыңға жуық жапон азаматы Қазақстанға лагерлердегі мәжбүрлі еңбекке жегілген еді. Соған ұқсас қиын заманды басынан кешкен қазақ халқының қайырымдылығының арқасында сол тұтқындардың арасындағы өлім жітім көрсеткіші небәрі 2% болған. Мысалы, Ресей территориясында бұл көрсеткіш 10%-дан асқан. Былтыр наурызда Қазақстан топырағында қайтыс болған отандастарымыздың рухына арнап, Астанада ескерткіш тасын орнаттық. Енді Жапониядан келген азаматтарымыз осы бір ескерткіш қасына келіп, қазақ халқының мейірімділігіне тағзым етіп кетеді. Жауабыңызға көп рахмет. Біздің көрермендеріміз өзіңіздің музыкаға деген ерекше ықыласыңызды жақсы біледі. Үрмелі аспаптың бір түрінде Қазақстан әнұран ойнағаныңызды байқап едім. Соған орай домбырамды ала келіп, өзіңізбен бір дуэт орындасам деген бұйымтайым бар. Ойнаймыз ғой? Рахмет. Ал кеттік. Жақсы. Валторнада ойнамағалы көп болып еді. Сәл қобалжып тұрмын. Десе де, Қазақстанның гимнін ерекше жақсы көрем. Әлемдегі әнұрандар арасында ырғақ пен әсем әуенді тамаша үндестірген музыкалық шығарма. Бірге ойнап көрелік. Мен үшін де елші мырза.
Ай, 素晴らしいですね。どうもありがとうございます。 тамаша, шеберлік деп осыны айту керек. Рахмет, Елші мырза. はい、ありがとうございます。 Сізге рахмет. はい、ありがとうございます。朝番組ですので、 Сұхбатымыздың соңында таңғы бағдарлама болған соң көрермендерімізге бір ауыз таңғы тілегіңіз болса. お願いします。 Бүгін маған осындай мүмкіндік бергеніңіз үшін көп рахмет. Бүгінгі күн баршаларыңызға тамаша күн болсын. Бұдан былай да Жапонияны жүректеріңізден шығармасаңыздар екен. はい、Тамаша, көп рахмет. このゲームで山田さんが Мұны ойында сіздің ұпайыңыз көп болғанына қарасам, жеңісте бүгін сіздік сияқты. Құттықтаймын. 勝つは山田さんの勝ちです。はい、はい、ありがとうございます。 Сізге де көп おめで рахмет. とうございます。はい、勝ちました。はい、ありがとうございます。